ақш пен Қытай арасындағы әскери бәсеке жаңа кезеңге өтті. ақш-тың президенті Дональд Трамп Қытай флотының күшеюіне байланысты әскери теңіз күштерінің жаңа Golden Fleet жоспарын мақұлдады. Golden Fleet ақш әскери теңіз күштерін жаңғыртуға бағытталған стратегиялық жоспар. Оның мақсаты Тынық мұхиты аймағында ақш-тың теңіз үстемдігін сақтау. Соңғы жылдары Қытай әскери теңіз флотын айтарлықтай күшейтті. Пекин жаңа жойғыштар, сүңгуір қайықтар және ұшақ тасымалдаушыларын іске қосты. Golden Fleet жоспары аясында ақш заманауи әскери кемелерді, ұшқышсыз жүйелерді және теңіздегі қорғаныс технологияларын кеңейтуді көздейді. Сарапшылар бұл қадамды Қытайдың аймақтық ықпалына қарсы стратегиялық жауап деп бағалап отыр. Алайда кейбіреулер мұны жаңа қарулану жарысының басталуы деп санайды. Бұл шешім Азия Тынық мұхиты аймағындағы қауіпсіздікке әсер етуі мүмкін. ақш-тың одақтастары жағдайды мұқият бақылап отыр. Golden Fleet жоспары ақш пен Қытай арасындағы стратегиялық текетіресті жаңа деңгейге шығаруы мүмкін. Жағдайдың қалай өрбитінін News назарда ұстайды.